Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындаймыз. Басқа да пәндерден бақылау жұмыстарын бірге орындау үшін каналға жазып кетуді ұмытпа. 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. 1-ші нұсқа. 1-ші тапсырма. Берілген тірек сөздерге сүйеніп, домбыра ұлттық аспап тақырыбына берілген мәтіннің мазмұнына болжам жаса. Жасаған болжамыңның себебін түсіндір. Білім алушының ықшам жауабы. Тірек сөздерге сүйеніп, бұл мәтінде домбыра ұлттық аспап екендігі, оның қолданысы, құрылымы, бабадан қалған мұра екендігі туралы айтылады деп ойлаймын. Және жоспар құр. Жоспар. 1. Қазақ халқының көне аспабы. Домбыраның қолданысы. 2. Домбыра ұлттық символ. Білім алушының ықшам жауабы. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған, көп пернелі көне музыкалық аспабы. Домбыраның үні құлаққа өте жағымды. Домбырада әртүрлі музыкалық шығармалар орындалады. Ән, күй, терме, жыр, толғау, тіпті классикалық шығармалар да орындауға болады. Домбыра ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Тапсырманың мазмұнына сәйкес болатын баламалы жауаптар қабылданады. Тақырыпқа сәйкес мәтін құрады. 2-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Патша нөкерлерімен бірге серуендеп келе жатып, жер өңдеп жүрген егіншіні кездестіреді. Тырбанып, еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, онымен сөйлесуге ықыласы ауады. Бірнеше сауалдан кейін патша егістіктің бұл адамдікі емес екен, оның күніне 15 лира үшін жалданып еңбек ететінін түсінеді. Патша егіншінің жалақысының аздығына қайран қалады. Мұны байқаған шаруа: қанағатшыл адамға бұл ақша тіпті көпте болады. Мен ақшамды 3-ке бөлемін. Бір бөлігімен қарызымды өтеймін, бір бөлігін біріктіріп қор жинаймын дейді. Патша бұл жұмбаққа ұқсаған сөздерден еш нәрсе түсінбейді. Ақ көңіл, мейірімді, адал күлімсіреді. Ақшаның бір бөлігімен қарызымды қайтарамын дегенім, бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен әкем мен шешеме беремін. Ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Мен қартайған кезде олар да маған көмектеседі деп үміттенемін. Қалған ақшамды өзімнің мұқтаждарыма жұмсаймын дейді. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болады. Шаруаның балаларының біліміне төлейтін ақшаны өз мойнына алады. Балалар да ер жеткен соң ата-анасына, халқына, қолдарынан келген көмектерін аямай көрсетіпті деседі. Тапсырма. 1-ші тапсырма. Мәтіндегі лира деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Ақша. 2-ші сұрақ. Патша кедейге неліктен таңғалды? Еңбек ақысының тым аздығына. 3-ші сұрақ. Мәтінге сәйкес тақырыпты анықта. Қайырымдылық. 4-ші сұрақ. Мәтіннің негізгі ойына сәйкес болатын мәтелді анықта. Ханда 40 кісінің ақылы бар. 5-ші тапсырмада мәтіннің мазмұны бойынша шешім қабылдауға болатындай бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ. Білім алушының ықтимал сұрақтары. Егер сен патша болсаң, не істер едің? Жауап. Егер мен патша болсам, халқыма кедей-кепшіктерге қол ұшын берер едім. 3-ші тапсырма. Жазылым. Оқыған мәтінге сүйеніп, диаграммаға егіншіні сипаттайтын сөздерді жаз. Сол сөздерді қолданып, егіншіге жазбаша мінездеме бер.
Екінші, еңбекқор, мейірімді, ақкөңіл, қарапайым, қанағатшыл, үнемшіл. Білім алушының ықтимал жауабы. Екінші, тырбанып еңбектеніп жатқан қарапайым адам. Жалданып еңбек етеді, азға қанағатшыл, мейірімді, болашақ өмірін ойлайтын, қартайғанда зейнет көргісі келетін адам. Ашық, көпшіл, ақкөңіл, сыпайы, әдепті кейіпкер. Төртінші тапсырма. Берілген сөйлемнен сын есімді тауып, қай сөзбен байланысқанын сызба арқылы көрсет. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болды. Сын есім қарапайым. Байланысып тұрған сөз қарапайым адам.